Дана, мақал-мәтелдер кітабын не істемекшісің? Мен мақал-мәтелдер сайысына қатысам. Соған дайындалып жүрмін. Мақал мен мәтелдің ортақ қандай қасиеттері бар? Айырмашылықтары неде? Мақал да, мәтел де халықтың тұрмысынан, өмір тәжірибесінен туған тұжырымдар. Жақсылыққа, ізгілікке тәрбиелейтін нақыл сөздер. Сондықтан да халқымыз мақал мен мәтелді халық даналығы ретінде қадір тұтады. Оларды қолданбайтын адам жоқ. Иә, әсіресе үлкен кісілер мақал-мәтелді көп айтады ғой. Әжеміз мақалдап сөйлегенді жақсы көреді. Қане, солардан есіңде қалғанын айтшы. Қазір. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Оқу инемен құдық қазғандай. Тамаша. Бұлардың қайсысы мақал, қайсысы мәтел? Меніңше, алдыңғысы мақал да, екіншісі мәтел. Неге олай дейсің? Қане, екеуінің айырмашылығын іздеп көрейік. Менің алғаш байқағаным, мақал ұзақ, екі бөліктен тұрады. Ал мәтел қысқа, бір сөйлемнен тұрады. Иә, оны дұрыс байқағансың. Бірақ барлық уақытта бұлай қарасаң, қателесесің. Өз басым, екі сөйлемнен тұратын мәтел кездестірмесем де, бір ғана жай сөйлемнен тұратын мақалдар білем. Мысалы, еңбек ер атандырады. Ер есімі ел есінде. Туған жердің тауы да, тасы да ыстық. Ырысалды ынтымақ. Өнерлінің өрісі кең. Жақсы кітап, жан азығы деген мақалдар бір ғана ойды білдіріп, жай сөйлемдерден тұр. Сондықтан да, негізгі айырмашылық олардың сыртқы түрінде емес, ішкі мазмұнында жатады. Сезетін сияқтымын, бірақ қалай айтарымды білмей отырмын. Екі бөліктен тұратын мақалдың алдыңғы бөлігінде себеп, ал екінші бөлігінде оның салдары айтылып, қорытындыланады. Мысалы, алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Немесе, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген мақалдардағы себеп пен салдардың байланысын аңғару қиын емес. Мәтел құрылымы жағынан өте қысқа келеді. Онда ой, тура айтылмай, тұспалмен астарлап жеткізіледі. Мысалы, көз қорқақ, қол батыр деген мәтелде іске батыл кіріссең, жақсы нәтижеге жетесің. Кез келген істі табысты орындайсың деген ой айтылған. Керек тастың ауырлығы жоқ деген мәтел ұқыптылыққа, үнемділікке шақырады. Су ішкен құдығыңа түкірме деген мәтелде жақсылығын көрген жеріңді, жүрген ортаңды жамандама деген ой жатыр. Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен деген мәтел жалқау, еріншек адам бейнесін сипаттайды. Енді мақал-мәтелдің тақырыптары туралы айтып беріңізші. Мақал-мәтелдердің тақырыбы алуан түрлі. Ең ірі тақырыптары отан, туған жер, ерлік, батырлық, ынтымақ, достық, ақыл парасат, өнер білім, еңбек туралы деп айтуға болады. Қандай көп тақырып? Иә, мақал мен мәтелде өмірдің барлық саласы қамтылған. Олардың барлығын мен қалай жаттап алам? Нақыл сөздер өмірден алынған. Сондықтан тез жатталады және сәті келгенде ойға оңай оралады. Мен бірнеше мақалдың басын айтайын, сен жалғастыр. Келістік, бастаңыз. Еңбектің наны тәтті. Жалқаудың жаны тәтті. Көлдің көркі құрақ. Таудың көркі бұлақ. Батыр туса, ел ырысы. Жаңбыр жауса, жер ырысы. Білімді өлмес, қағазда аты қалар.
Ұста өлмес, істеген заты қалар. Ақыл тозбайтын тон. Білім таусылмайтын кен. Жарайсың. Сайыстан бас жүлде алуыңа тілектеспін. Рахмет.